Саламатсыздар ма оқушылар? 2021-2016 жыл челлендж. Бүгін бірінші күн. География 2021 жылғы нұсқаны талдайтын боламыз бүгінгі сабақта. Менің инстаграм парақшам УСШ Геой Edu. Челлендж шарттары. Әр видео бір тәулік ішінде 300 просмотр мен 100 лайк жинаса ғана келесі видео салынады. Яғни осы шарт орындалмаған жағдайда челлендж тоқтатылады. Ең соңғы 7-ші күні топ 5 деп аталатын видеоны көре алмайтын боласыздар. Сол үшін челлендж соңына дейін жалғасын тапсын десеңіздер, дәл қазір лайк басып каналға тіркеліңіздер. Яғни осы шарт орындалған уақытта онлайн курсым инстаграм парақшасында жүктеледі. Жақсы, кеттік достар. Бірінші сұрақ. Ірі жанартаулық арал немесе аралдар. А. Мадагаскар. В. Сейшел аралдары. С. Шпицберген. Д. Калимантан. Е. Жаңа Гвинея. Ф. Солтүстік жер. G. Отты жер. H. Гавай аралдары. Яғни дұрыс жауап Гавай аралдары. Келесі сұрақ. Екінші. Африкадағы мыс белдеуінде орналасқан ел. А. Алжир. В. Оңтүстік Африка Республикасы. С. Замбия. Д. Тунис. Е. Судан. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап Замбия мемлекеті. Келесі үшінші сұрақ. Көмір экспорттаушы қоныс аударған капитализм елдері. А. Қазақстан, Қырғызстан. В. Болгария, Венгрия. С. Сауд Арабиясы, Кувейт. Д. Мексика, Венесуэла. Е. Австралия одағы және Оңтүстік Африка Республикасы. Яғни дұрыс жауап Австралия одағы және Оңтүстік Африка Республикасы. Төртінші сұрақ. Дүние жүзіндегі машина жасаудың аса ірі орталығы немесе орталықтары. А. Германия. В. ақш. С. Чехия. Д. Жапония. С. Е. Кешіріңіздер. Ресей. Ф. Канада. G. Польша. H. Испания. Яғни бұл сұрақта бірнеше жауап бар. Ол А. Германия. В. ақш және Д. Жапония мемлекеті. Келесі бесінші сұрақ. Қазақстанның ең ұзын өзенінің сол жақ салалары, яғни Қазақстандағы ең ұзын өзен ол Ертіс өзені болып саналады. А. Бұқтырма шар. В. Есіл нұра. С. Есіл тобыл. Д. Үлбі үбі. Е. Ақсу лепсі. Яғни дұрыс жауап Есіл тобыл өзендері. Алтыншы сұрақ. Сауд Арабиясындағы мемлекетті басқару формасы. А. Конституциялық монархия. В. Герцогтік. С. Парламенттік. Д. Теократтық монархия. Е. Президенттік. Яғни дұрыс жауап теократтық монархия. Жетінші сұрақ. Қазақстанда халықтың басым көпшілігі жұмыс істейтін шаруашылық саласы. А. Өнеркәсіп. В. Білім беру. С. Құрылыс. Д. Ауыл шаруашылығы. Е. Сауда. Яғни бұл жерде дұрыс жауап ауыл шаруашылығы. 8. Карталардың мазмұнына қарай бөлінуі. А. Тақырыптық, орта және ұсақ масштабты. В. Жалпы географиялық және тақырыптық. С. Жалпы географиялық ірі және орта масштабты. Д. Ірі орта масштабты және климаттық. Е. Ірі орта және ұсақ масштабты. Яғни дұрыс жауап жалпы географиялық және тақырыптық. 9. Тәжікстанмен шектесетін ел немесе елдер. А. Ауғанстан. В. Монғолия. С. Беларусь. Д. Украина. Е. Өзбекстан. Ф. Қазақстан. G. Иран. H. Ресей. Яғни бұл сұрақта екі жауап дұрыс. Ауғанстан және Өзбекстан мемлекеті. 10-шы сұрақ. Мазмұнына қарай географиялық карта немесе карталар. А. Климаттық. В. Тақырыптық. С. Топографиялық. Д. Жалпы географиялық. Е. Синоптикалық. Ф. Жер бедері. G. Физикалық. H. Ғылыми. Яғни дұрыс жауап. Бұл жерде бұл сұрақта екі жауап бар.
В тақырыптық және Д жалпы географиялық. 11-ші сұрақ. Жер қыртысының жазықтықтардағы қалыңдығы қанша километр? А 5-10 километр, В 40-50 километр, С 70-80 километр, Д 30-40 километр, Е 80-90 километр. Яғни жазықтықтардағы қалыңдығы жер қыртысының 30-40 километр. 12-ші сұрақ. Сарыарқаның ең биік нүктесі: А Баянауыл, В Ақсоран, С Қарқаралы, Д Шанкөз, Е Шыңғыстау. Яғни Сарыарқаның ең биік нүктесі ол Ақсоран тауы, Қызыларай тауында орналасқан. Оның биіктігі 1565 метр. Егер тау етегінде атмосфералық қысым 850 мм болса, таудың басында 710 мм болса, таудың биіктігі қанша? Яғни А 1400 мм, В 1200 мм, С 1500 мм, Д 1600 мм, Е 1300 мм. Яғни бұл жердегі есептің шығарылу жолы 850 мм-ден біз ең бірінші азайтамыз 710 мм-ді. Сонда тең 140 мм шығады. Яғни бұл жердегі 10 метрде бізде қысым 1 мм-ге төмендейді. Яғни 140 мм-ді біз көбейтеміз 10 метрге, сонда таудың биіктігі 1400 мм болады екен. Келесі 14-ші сұрақ. Шойын балқытудан шикізат қоры жеткілікті Азия елі: А Таиланд, В Жапония, С Қытай, Д Малайзия, Е Индонезия. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап Қытай мемлекеті. 15. Анд тауының негізгі пайдалы қазбасы. Жақсы, Анд тауы білесіздер, ол оңтүстік Америкада орналасқан ең биік тау, яғни дүниежүзі бойынша ең ұзын тау жүйесі ол Анд тау болып саналады бізде. Анд тауының жақсы, мына жерде А мұнай, В титан, С мыс, Д алтын, Е газ. Яғни дұрыс жауап Анд тауындағы негізгі пайдалы қазба ол мыс болып саналады. 16-ші сұрақ. Австралияда уақытша кеуіп қалатын өзен арналары қалай аталады? А скрептер, В вилли-вилли, С уэттер, Д самум, Е криктер. Яғни Австралияда кеуіп қалатын өзен арналары бізде криктер деп аталады. 17-ші сұрақ. Еуропаның спутниктік навигациялық жүйесі: А глоннасс, В спутник 1, С WRESAT, Д GPS, Е Галилео. Яғни дұрыс жауап бізде Еуропаның спутниктік навигациялық жүйесі ол Галилео саналады. 18. Қазақстанда топырақтың құнарлығы артатын бағыт: А шығыстан батысқа қарай, В батысқа қарай, С оңтүстікке қарай, Д солтүстіктен оңтүстікке қарай, Е оңтүстіктен солтүстікке қарай. Яғни бізде Қазақстанда топырақтың құнарлығы оңтүстіктен солтүстікке қарай артады. Не себепті дейсіздер? Өйткені Қазақстанның солтүстік бізде орманды дала табиғат зонасы орналасқан. Сол себепті топырақтың түрі бізде қара топырақ және оның құнарлығы 9% құрайды. 19-ші сұрақ. Түркістан аймағының алғашқы геологиялық картасын жасаған ғалым: А Краснов, В Мушкетов, С Семенов, Д Берг және Е Северцев. Яғни Түркістан аймағының алғашқы геологиялық картасын жасаған ғалым ол бізде Мушкетов. 20-ші сұрақ. Қашар, Соколов-Сарыбай кен орындарында өндірілетін кен немесе кендер: А темір, В ас тұзы, С фосфорит, Д полиметалл, Е көмір, Ф мұнай, G марганец, H мыс. Яғни бұл сұрақта бізде бір жауап бол темір. Суретте көрсетілген шартты белгімен бейнелетін пайдалы қазбаны өндіруге маманданған облыс. Яғни біз жерде маманданған облыс бізде А Батыс Қазақстан, В Оңтүстік Қазақстан, С Алматы облысы, Қостанай облысы, Д Е Шығыс Қазақстан. Яғни дұрыс жауап Қостанай облысы.
22 сұрақ. ТМД құрамындағы мемлекеттер. Яғни ТМД жалпы ТМД ол тәуелсіз мемлекеттер достастығы бізде 1991 жылдан бастап Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, яғни тәуелсіз мемлекеттер достастығына кірген. Оған дейін кеңестік социалистік республикалар одағында болған Қазақстан. Яғни қазіргі уақытта Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығында. Негізгі штаб-пәтері ТМД-ның ол Мәскеу қаласында. Жақсы, мына жерде варианттарға келейік. А. Румыния, В. Қазақстан, С. Чехия, Д. Молдова, Е. Беларусь, Ф. Словакия кешіріңіздер, G. Сербия, H. Венгрия. Яғни бұл сұрақта бірнеше жауап бар. Ол Қазақстан, Молдова және Беларусь мемлекеттері. Тәуелсіз мемлекеттер достастығына кіреді. Және де бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығына қазіргі таңда 11 мемлекет кіреді. 2009 жылға дейін Грузия мемлекеті кірген, бірақ 2009 жылы ол осы тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шығып кетеді. 23 сұрақ. Аралдарда орналасқан мемлекет немесе мемлекеттер. Яғни аралдық мемлекеттер. А. Ұлыбритания, В. Чехия, С. Исландия, Д. Дания, Е. Испания, Ф. Ирландия, G. Франция, H. Германия. Яғни аралдық мемлекеттер бізде бұл сұрақта 3 жауап бар. Ол Ұлыбритания, Исландия және Ирландия. Яғни бұл Европадағы мемлекеттер, көбінесе батыс Европада орналасқан. Европаның батысында орналасқан аралдық мемлекеттер. 24. Ұлы жібек жолындағы тарихи қала немесе қалалар. А. Семей, В. Қызылорда, С. Құлан, Д. Отырар, Е. Тараз, Ф. Ақтау, G. Шымкент, H. Атырау. Яғни ұлы жібек жолындағы тарихи қалалар, бұл сұрақта 2 жауап бар. 3 сұрақ бар, 3 жауап бар, кешіріңіздер. Ол Құлан, Отырар және Тараз қалалар. Яғни Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан қалалар. 25 сұрақ. Полимер химиясын өндіретін өнімдер немесе өнімдер. А. Дәрі, В. Калий тұзы, С. Күкірт қышқылы, Д. Минералды тыңайтқыш, Е. Пластмасса, Ф. Химиялық талшық, G. Сода өндірісі, H. Фосфор. Яғни бұл сұрақта 2 жауап бар. Ол пластмасса және химиялық талшық. 26 сұрақ. Швеция мен көршілес монархиялық ел немесе елдер. А. Люксембург, В. Швейцария, С. Ұлыбритания, Д. Бельгия, Е. Норвегия, Ф. Ирландия, G. Испания және H. Австрия. Яғни Швеция мен көршілес бір ғана мемлекет. Бұл жерде бізде монархиялық ел және де ол Норвегия болып саналады. Жақсы, 27 сұрақ. Жер шарындағы ең биік тау. А. Анд тауы, В. Гималай, С. Тянь-Шань, Д. Алтай, Е. Тарбағатай, Ф. Кордильер, G. Тибет және H. Альпі. Яғни жер шарындағы ең биік тау ол бұл жерде Гималай тауы ғана. Бір ғана жауап. Яғни оның биіктігі 8848 метр. Жақсы, келесі 28 сұрақ. Алматы облысында орналасқан қорық немесе қорықтар. А. Батыс Алтай, В. Қаратау, С. Барсакелмес, Д. Алматы, Е. Наурызым, Ф. Қорғалжын, G. Ақсу-Жабағылы, H. Алакөл. Яғни бұл сұрақта 2 жауап бар. Ол Алматы қолында орналасқан қорықтар бізде Алматы мен Алакөл қорығы болып саналады. Келесі 29 сұрақ. Техника мен технологияның даму жолының түрі немесе түрлері. А. Табиғи ресурстық, В. Орталық, С. Эволюциялық, Д. Көліктік, Е. Перифериялық, Ф. Көршілік және G. Ол революциялық. Яғни техника мен технологияның даму жолының 2 түрі бар.
естеріңде болсын. Ол эволюциялық және революциялық түрі. Келесі 30 сұрақ. Конденсатор зауыты бар қала немесе қалалар. А. Талдықорған, В. Астана, С. Қостанай, Д. Өскемен, Е. Павлодар, Ф. Атырау, G. Көкшетау, H. Петропавл. Яғни 30 сұрақ. Бұл сұрақта екі жауап бар. Ол Өскемен және Көкшетау. Жақсы балалар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.